Ассалаумағалейкум барша Дремлига сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жыл барлығымызға құт береке алып келсін. Достар, сіздерден қолдау күтемін. Әдеттегідей каналға тіркеліп кетіңіздер. Лайкты аямай басып кетіңіздер. Көп жандар енді комментарийден сұрап жатыр екен, сен қалай тез арада және тез көп монета жинап аласың деп. Бүгін мен сіздерге бүкіл қалай жинайтын жолдарын бәрін егжей-тегжейлі түсіндіріп берем. Бұл енді көбінесе жаңадан басталған жандарға арналады. Олай болса мен видеомды бастайын. Достар, ең алдымен мен жалпы айтып өтейін, Дремлиганы күні-түні ойнамайым. 24 сағат ойнап, тәулігіне, аптасына 7 күн ойнамайым. Мен тек уақытым болған кезде кіріп тұрам күнделікті. Ең алдымен испытание деген жердегі міне біреу ежедневный испытание дегенді орындаймын. Мына жерде 10 монета көріп тұрғандарыңыздай 30, екеуінен 60, мына жерде 45. В общем, мына жерде 115 монета былай да былай алып тұрмыз. Бұдан да көп беретін кездер болады. Сол кезде алсаңыздар болады. Содан кейін барып осыларды ойнаймын. Көріп тұр 3-4 матчқан ойнайсың. Одан сценарий деген бар. Сценарий деген әрбір 8 сағат сайын ауысып тұрады, жаңарып тұрады. Яғни тәулігіне 3 рет ойнауға болады бұны. Әр жеңген сайын 75 монетадан береді, көріп тұрсыздар ма? Уже мен мына жерден 225 монета аламын бір күнде. Одан кейін мына жерден бұл әрбір бір тәулікте өзі 2 реттен ауысып тұрады. Мына жерде 25 монета алсам, одан кейін міне 4 сағаттан кейін барып тағы 30 монета аламын. Осылай күнделікті, в общем, бір күнде 2 неден ашылып отырады мынау испытаниялар, наградалар. Осыларды 9 күннің ішінде мынаны толықтай өтіп шыға аласыздар. Өткеннен кейін барып тегін агент береді. Тегін агент алсаңыздар 70 рейтингтен жоғары редкий игрок түседі. 70-тен 79 рейтингқа дейінгілер. Яғни сіз Дремлиганы енді бастап жатсаңыз, сіз үшін өте керекті деген ойдамын. Және соңғы жақтарында 120, 110, 105, 100 монеталардан береді, көп береді. Күнделікті ойнап тұруға кеңес берем. Одан кейін мен ең бірінші бастаған кезде маған 1500 монета скидкаға берді. Мен оны бардында стадионға құрттым, мына біреу шетін. Сіздерге айтарым, жартылай дамытпаңыздар. Бір жағы болсын, толықтай дамытып тастаған пайдалы, қайта дамытып отқанша. Мысалы, мен қазір мынаны дамытсам 1432 монета кетеді. Уже маған бонусқа 19 монета береді. Осылай жинап мен бітіп дамыта берем. Алдымен стадионды толықтай дамытып аламын осылай. Одан кейін мен монетаны тез жинайтын боламын. Ал ана жаңағы командалық рейтингті көтеру үшін осы 9 күнде бір беретін тегін агентті алсаңыздар да жетіп жатыр. Одан кейін барып тағы бір жолы ол Дремлига лайф ойнау. Яғни мына жерде испытание 3 күнде бір ауысып тұрады. Көріп тұрсыздар, мына жерде жеңсеңіздер сіздерге тегін агент береді. Жай тегін агент емес, 80 плюс ойыншы түсетін тегін агент береді. Бұны алып алсаңыздар, яғни бұны жеңіп отырсаңыздар, міне мен сіздерге көрсетейін. Маған Эдер Милитао түсті одан. Енді менен тағы жеңсем, тағы бір 80 плюс ойыншы түседі. Сондай 80 плюс ойыншыларды мен турнир сайын жеңіп отырам. Енді 3 күнде бір рет кіріп ойнай саласың, онда қиындық жоқ қой. Ал жеңген сайын түскен ойыншылар мен командалық рейтингімді көтере бастайды. Көтерген сайын рынокта, яғни мына жерде трансферлерде, мысалы, уже менде көп ойыншы шығып тұр, көрдіңіздер ме, 70 плюс. Мен анандай ойыншыларды алып рейтингімді көтерген сайын, маған сары ойыншылар шығу мүмкіндігі көбейе бастайды. Солай тез дамып алуға болады. Ол үшін ең алдымен мен стадионды дамытып жатырмын мына жерден. Бүгін ойнайын, бұйыртса 4 сағаттан кейін ашылады екен дау. Бұл жерде былай да былай жуықта шамамен алғанда 1200-1300 монета былай да былай жеңіп аласыздар мына жерден. Көрдіңіздер ме, оны стадионға құртып тастасаңыздар, жалпы бас аяғы бір 2 жұманың ішінде осылай дамып алуға болады. Мен мысалы мынаны бір күнде дамыттым, кірдім, стадионға құрттым, одан кейін қалған ақшаға барып скаут ашқанда Мбаппе түсті. Осы тәсілдерді қолданып, ойнап, жинап алдым. Мынау сценарий деген вообще рахат, көп монета берді. Одан кейін енді
стадион дамытқаннан кейін карьера ойнай берсеңіздер болады, бесконечно. Домашний стадионға көп монета аласыздар. Қазір мен любительский дивизионда жүрмін ғой. Одан кейін дивизион көтерілген сайын ақшаларды көп бере бастайды. Содан кейін тағы бір айта кетерім, жаңадан бастап жатқан жандар болса, дивизион көтеру үшін міндетті түрде стадионды дамыту керексіздер. Мына жерде мысалы сұрақ белгісін бассаңыздар, міне дивизион 4-ке өту үшін маған 25.000 орын керек. Жалпы элитный дивизион, сондай дивизиондарға жету үшін міне 85.000 керек. Жалпы ол монета жинасаңыз да, жинамасаңыз да, сіздер карьерадан жоғары дивизионға өту үшін міндетті түрде бұны дамыту керексіз. Ерте ме кеш пе бәрібір дамытатын стадион, онша алдымен сразу апарып дамытып тастағаныңыз дұрыс болады. Одан кейін енді мынау бұларды дамыта беруге болады, негізі кристалларға тегін монеталар береді. Өз басым енді бұл жерден размещение дегенді ғана дамытам. Яғни сосын тренировка деген дамытсаң, кристалмен ойыншыларды дамытқанға скидка болады. Осылай мен ақша жинаймын. Енді көбісі сұрап жатыр, сен қалай тез әрі көп жинап аласың деп. Сіздер егер жаңадан бастап жатқан болсаңыздар, осы менің айтқан тәсілдерімді қолдансаңыздар болды. 24 сағат ойнап керек емес, ары кетсе 1 сағат уақыттарыңыз кетеді, болды. Күнделікті 1 сағат уақыттарыңызды қиып ойнап тұрсаңыздар, жетіп жатыр дамуға. Осы достар, егер видео ұнап жатса, лайктарыңызды аямай, комментарийларыңызды жазып жіберіңіздер. Тағы қандай түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Мен видео түсіруге тырысатын боламын достар. Олай болса келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Амандықта жүздесейік.